Бүгін сізге интернеттен хайп проект арқылы қалай табыс табуға болатынын көрсетемін. Бірінші сайтқа өтіп регистрация өтеміз. Өзіңіз атыңызды жазасыз, одан кейін номер телефоны, пароль ойлап табасыз, және пароль транзакция, яғни сіздер каждый раз ақша шығарған кезде пароль транзакцияны енгізесіздер, сондықтан міндетті түрде еске сақтап алыңыздар, бір жерге сохранить етіп қойыңыздар. Одан кейін төмен жағында invite код, бұны сізде уже дайын тұрады, и регистрация деген түймені басасыздар. Мен қазір бірде өзім жеке кабинетіме кіретін боламын, өйткені мен бұл жақта регистрацияны сәтті өтіп қойғам, және де бұл счетқа ақша құйып қойған болатынмын. Сол жақта жоғары жағына назар салсаңыздар, $57 деп көрсетіліп тұр. Бастапқыда кірген кезде сіздерге $17 тегін береді, и потом $40 мен өзім құйдым. $40 қалай құйдым десеңіздер, профиль деген бөлімге өтеміз. Одан кейін мына жақта депозит деген түймені басып, бізбен хабарласамыз деген телеграмда басасыздар, және де осы адамға жазасыздар. Яғни мен өзім счетыма ақша құяйын деп едім, логиніңізді айтасыз, и ол сізге адрес кошелек жібереді, сол адрес кошелекқа $40 жібересіздер, и сіздер бастап өзіңіз счетыңызға ақшаны түсіріп аласыздар. Хомға өтеміз. Енді бұл жақта табысты алу үшін міне мен $57 құйдым. Старт деген түймені басамыз, сол жақта. Одан кейін мына жақта старт деген түймені баса арқылы біз 40 заданияны істейтін боламыз. 40 заданияны, яғни сіздерге бір уақытта $10 алып келеді. Яғни достар, бұл табыс табу көзі, сіздер $40 құясыздар, сосын тұрасыздар да $9 табыс табасыздар да, и плюс $17 табасыздар да, общий счет сізде $66 или $63 шешіп алатын боласыздар. Қазір соның бейнеролик соның жағында біле аласыздар, нақты қанша сума шығаратынымызды. Қазір 40 заданияны мен орындап жатырмын, бірақ та ускоренный версия ретінде сіздерге көрсетіп жатырмын. Яғни жылдамдықты көбейтіп қойдым. Осылай сіздер каждый раз старт и саммит деп басып отырып, мына жақта табыстарды аласыздар. Сөйтіп, примерно $10 табыс табасыздар. Негізі айтуы бойынша әр адамға әртүрлі сума түседі дейді, но примерно $10 табыс шығу керек. Плюс сіздің $17 бар, сонымен 66 или $63 шығарасыздар. Міне мен бәрін біттім орындап. Енді бұл жақта ақша шығару үшін бірінші профиль деген басасыздар. И мына жерде екінші тұрған, яғни wallet адрес деген түймені басып, мына жақта көк кнопканы басасыздар. И мына жаққа өзіңіздің төмен жаққа строкаға өзіңіз адрес кошелегіңізді сохранить етесіздер. 24-20 болу керек. Мен сохранить еттім, мен save деген түймені басасыздар, и міне сізді сәтті сохранить етті. Енді ақшаны смело шығарсаңыздар болады. Ол үшін мына жақта withdraw деген түймені басасыздар, и мына жерде 30-20 адрес кошелек, мен біз адрес кошелегім сохранить етіп тұр. Мына жаққа amountқа қанша ақша шығарасыздар, соны жазасыздар. Бізде қазір сәтте осы сумманы жазамыз, и төмен жағында пароль безопасности жазып, и мына жақта ақша шешу деген түймені басасыздар. Сол арқылы сіздер ақшаны сәт шығарасыздар.